Сәлем достар, біздің фермамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз үй құстарымен танысамыз. Тауық. Адамзаттың ең кең тараған үй жануарларының бірі. Еті мен жұмыртқасын, қауырсыны мен мамығын алу үшін өсіріледі. Тауықтың басқа құстардан айырмашылығы ол ұша алмайды. Балалар, қайталаңдаршы. Тауық. 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 Дұрыс. Әтеш. Әтеш танымал құс. Барлық еркек тауықтарды әтеш немесе қораз деп атайды. Таң атқанда әтеш кукарику деп шақырып, адамдарды оятады. Әтештер жабайы табиғатта өмір сүрмейді. Өйткені олар ұшып немесе жылдам жүгіре алмайды. Балақайлар, есте сақтап алыңдар. Әтеш. 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 Бәрекелді. Қаздардың 40-тан аса түрлері бар. Қаздар көбінесе құрғақта өмір сүреді. Су оларға сусындау, түлеу және кейде демалу үшін ғана керек болады. Олар суда жақсы жүзе алады, бірақ сүңги алмайды. Қайталаймыз. Қаз. 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 Дұрыс. Үйрек негізінен су құстар болып табылады. Оларды тұщы суда да, теңізде де кездестіруге болады. Үйректің жабайы да, үй құстары болып табылатын да түрлері бар. Үйрек немесе қаз мамықтарын пайдалана отырып, жастық, көрпе жасауға болады. Балалар, есте сақтап алыңдаршы. Үйрек. 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 Дұрыс, осылай. Балақайлар, бүгін біз үй құстармен танысып шықтық. Келесі жолы сендерге басқа да жануарлар туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп болмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.